Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағымбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сағат қанша болды? Грамматикалық тақырып дан кетті, ға қалды. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Ақсүйек, домалақ, шақыру, сол, тікесінен қоя алады, тура, жарым, кеткенде, қалғанда, бастау. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып жаттап алыңыздар. Келесі оқылым тапсырмасы. Бірге дауыстап оқиық. Христофор Колумбтың тапқырлығы. Христофор Колумб өмірінің соңғы жылдарын Испанияда өткізеді. Атақты саяхатшыны халық мақтан етеді. Бір күні кардинал Мендоза Колумбтың құрметіне ас береді. Оған қаланың ақсүйектерін шақырады. Кардинал саяхатшыны қатты мақтайды. Колумбты мақтағаны ақсүйектерге ұнамайды. Американы табу онша қиын емес, дейді олар. Сонда Христофор кардиналдың қызметшілерін шақырады. Олар Христофор Колумбқа бір жұмыртқаны әкеледі. Бұл жұмыртқаны кім үстелдің үстіне тікесінен қоя алады, деп сұрайды. Қонақтар қоя алмайды. Саяхатшы жұмыртқаны қолына алады да, домалақ жағын ұрып жарады. Жұмыртқа үстелдің үстіне тік тұрады. Бұны көрген қонақтар, бұл өте жеңіл, дейді. Сол кезде саяхатшы, жақсы, онда неге осылай істемедіңдер, дейді. Оқылым тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Христофор Колумб қандай жаңалық ашты? Алғашында кардинал Мендозаның үйіндегі қонақтардың атақты саяхатшыға деген көзқарасы қандай болды? Колумб қонақтарға қандай тапсырма ұсынды? Христофор Колумб тапқырлығын қалай байқатты? Тексеріңіз. Христофор Колумб Американы тауып жаңалық ашты. Кардинал саяхатшыны қатты мақтайды. Колумбты мақтағаны ақсүйектерге ұнамайды. Колумб қонақтарға жұмыртқаны үстелдің үстіне тікесінен қойыңдар, деп тапсырма береді. Христофор Колумб жұмыртқаны қолына алады да, домалақ жағын ұрып жарады. Жұмыртқаны үстелдің үстіне тік қойып тапқырлығын байқатты. Келесі грамматикалық тақырып. Дан кетті, ға қалды. Сағаттың неше болғанын білу үшін шығыс септік кетті етістігімен тіркесіп, барыс септігі қалды етістігімен тіркесіп қолданылады. Мысалы, сағат 2-ден 10 минут кетті. Сағат 7-ге 5 минут қалды. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындаңыз. Сұраққа жауап беріңіз. Сағат неше болды? Тексеріңіз. Сағат 1-ден 15 минут кетті. Сағат 6-дан 20 минут кетті. Сағат 12-ден 7 минут кетті. Сағат 3-ге 5 минут қалды. Сағат 10-ға 10 минут қалды. Сағат 9-ға 12 минут қалды. Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы. Бір күніңіз қалай өтеді? Әр сағатын жазып шығыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.